Екінші бөлімде TikTokқа қалай тіркелу керек екенін көрсетемін. Осылай TikTokқа кіреміз. Таба бет аккаунт және осындай бет ашылады. Ана жерде Қазақстан деген кішкентай жазу көріп тұрсыздар ғой. Сол жерге кіреміз де Южная Корея деп жазамыз. Южная Корея демесеңіздер, ол монетизация аккаунт ашылмайды. Электронный почтамызды жазамыз, мана ашқан. Outlook почтамызды жазамыз. Почтамызды жазғаннан кейін продолжить батырмасын басамыз. Пароль ойлап табыңыз деп шығады. Ол жерге 8 санынан тұратын пароль жазуымыз керек. Мен жаздым. Продолжить басамыз. Продолжить басқаннан кейін осындай дата рождения жазатын бетше ашылады. Сол жерге туған күндеріңізді жазып продолжить тағы басасыздар. Одан кейін условия и положение деп шығады. Барлық условиямен келісеміз деп басасыздар және продолжитті тағы да басасыздар. Никнейм жазасыздар. Примерно жазып отырмын. Перизат келін деп жаздым. Өзіңіз қалауыңыз бойынша жазасыздар. Және продолжить басасыздар тағы да. Міне парақшаңыз ашылады осылай. Енді біз монетизация аккаунт қосылды ма жоқ па тексереміз. Жоғары жақтағы 3 сызықшаға кіреміз. Кіргеннен кейін TikTok студия дейтін жазу шығады. TikTok студияға кіреміз. Күтесіздер кішкене, осындай бет ашылады. Ана жерде монетизация деп тұрған жерде программ наград для авторов деп шығады міне. Осылай сізге TikTok аккаунт ашылады. Монетизация аккаунт аштық, енді не істейміз деген сұрақ келеді. Ол үшін программ наград для автор дейтін сөздің үстін басамыз. Сол жерде монетизация қосып алу үшін не істеу керек екендігі шығады. Осындай бет ашылады. Осы жерде бәрі жазылған. Сіздің жасыңыз 19-да болу керек, және 10 000 подписчигіңіз болу керек, және 30 күннің ішінде 100 000 просмотр видео салуыңыз керек. Яғни сіздің барлық салған видеоларыңызды қосқанда 100 000 просмотрға жетсе, сіз монетизацияға заявка беріп, монетизация аккаунтын қоса аласыздар. Ол үшін күнделікті 2-3 видеодан саласыздар. Қазіргі трендтегі видеоларды да саласыздар. Солай жайлап подписчикті жинайсыздар және просмотрда көбейтуге болады. Менен бұл сәл лайфхак деп айтсам болады. Өзім жақында ашқаннан кейін менде солай күнде 2-3 видеодан салып тұрмын қазіргі таңда. Ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.